Сәлем достар, психобум арнасына қош келдіңіз. Сіз қандай жаңғақты жақсы көресіз? Сіздің жақсы көретін жаңғағыңызға қарай сіздің мінез ерекшелігіңізді айтуға болатынын білесіз бе? Психологиялық тест сізге қызықты болса, видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Фундук жаңғағын жақсы көретін жандар үшін. Фундукты жақсы көретін адам қаттылық пен беріктілікті бағалайды. Өйткені бұл жаңғақ қатты қабықта жасырылған, бірақ оның ішінде тәтті және қоректік ядро бар. Сіз заттар мен адамдардан жасырын сұлулық пен құндылықты көре аласыз. Сіз шыдамдысыз, әдістісіз және шынайы құндылық пен қалған нәтижені көру үшін күте аласыз. Өзіңізге берік адал жансыз. Грек жаңғағын жақсы көретін жандар үшін жаңғақ әуесқойлары күрделілік пен тереңдікті бағалайды. Өйткені грек жаңғағының күрделі бедерлі қабығы бар. Оны ашу оңай емес. Оның ішінде қоректік және дәмді өзегі жасырылған. Сіз өз мақсатыңызға жету үшін кез келген қиындықтарды жеңуге дайын, ойластырылған адам ретінде қабылданатын шығарсыз. Сіз болашақты жақсы жоспарлауды және басқаларға қарағанда бір қадам алға қарай жүруді жақсы көресіз. Жер жаңғақты жақсы көретін әуесқойлар үшін өмірдегі қарапайым ләззаттарды бағалай білетін адам. Жер жаңғақ қарапайым, сыртқы түріне қарамастан бай дәмі мен қоректік қасиеттеріне ие. Жер жаңғақты жақсы көретін адам кішкентай нәрселерден қуаныш табуды біледі. Іс-әрекетті бағалайды және сыртқы көрініске ертерек қорытынды жасамайды. Бұл әрқашан жүректі тыңдайтын адам, яғни өз жүрегін тыңдап ақылға ой салатын адам. Бадамды жақсы көретін жандар үшін. Бадамды жақсы көретін адам нәзік және нәзік дәмдерді бағалайды. Егер сізді бадамның хош иісі мен құрылымы қызықтырса, бұл сіздің нәзіктік пен егжей-тегжейлеріңізге назар аударады. Мұндай адам романтик, арманшыл, немесе өмірден жақсырақ және жақсы нәрселерді іздейтін эстет болуды қалайтын адам. Сізді таң қалдыру оңай, бірақ ренжіту де оңай. Кешью жаңғағын жақсы көретін жандар үшін. Бұл жаңғақтарды ұнататын адам жұмсақтық пен ләззатты бағалайды. Ол ұмтылатын нәрсеге қалай назар аудару керектігін біледі. Тәтті де нәзік ядросы қатты қабықпен қорғалған мына жаңғақ сияқты адамның келбеті күшті болуы мүмкін, бірақ оның ішінде ол сезімтал және мейірімді болады. Мұндай адам жаңа идеяларға ашық ойлау қабілеті икемді және қоршаған әлемге философиялық көзқараспен қарап жүретін адам. Фисташки жаңғағын жақсы көретін жандар үшін. Бұл жаңғақты ұнататын адам шыдамды және мақсатты болуы мүмкін. Өйткені дәмді өзегіне жету үшін оның қабығын ашу керек. Мұндай адамды өмірдегі өзі жақсы көретін кішкентай нәрселерден ләззат алуға уақыт бөлуге дайын адам деп санауға болады. Егер сіздің сүйікті жаңғақтарыңыз фисташки болса, онда сіз өзіңіз қалаған нәрсеге қол жеткізу үшін жұмсалған күш-жігерді қалай бағалау керектігін білетін жансыз. Айтылған жаңғақтардан өз мінез ерекшелігіңізді таптыңыз ба? Егер сізге психологиялық тест ұнаған болса, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге психобум арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.